Сәлем оқушылар, бүгін біз Smiles 3-ші класстарға арналған Activity Book'тан 13-ші беттен әрі қарай тапсырмаларды орындаймыз. Exercise 5. Read and complete. Бұл жерде жоғарыдағы сөздерді керекті орындарына қоямыз. Диалог берілген. What does your monster look like, Dana? It's got 4 eyes. And a big mouth. Has it got any hands? Yes, it has. It has got 6 hands. Look, what's name? Noodle. Noodle? That's a funny name. What does your monster look like, Dana? It has got 4 eyes and a big mouth. Has it got any hands? Yes, it has. It has got 6 hands. Look. What's its name? Noodle. Noodle? That's a funny name. Берік айтады. Сенің монстрың неге ұқсайды, Дана? Оның 4 көзі және үлкен аузы бар. Оның қолдары бар ма деп сұрады Берік. Дана: "Иә, оның 6 қолы бар. Қара." Оның есімі кім? Кеспе. Кеспеден лапша. Noodle. Кеспе ол күлкілі есім екен. Бұл суреттегі мынау монстр жайлы айтып жатыр. Келесі. Exercise 6. Read, choose and complete. I am very big. I have got lots of animals. I have got goats, ducks and cows. My favorite cow is Bretta. Bretta is quiet. She has got big eyes and big nose. I have got trees and flowers too. You can come and say hello day and night. What am I? I am a farm. Айтады. Мен өте үлкенмін. Менде жануарлар көп. Менде ешкі, үйрек және сиырлар бар. Менің сүйікті сиырым ол Бретта. Бретта ол өте сүйкімді. Оның үлкен көздері бар және үлкен мұрны бар. Менде ағаштар және гүлдер бар. Маған келіп сәлем деуге болады күнді және түні. Мен немін? Мен фермамын дейді. Келесі тапсырма. Light and dark. Жарық және қараңғы. Бұл жерде жарықта қолданылатын және қараңғыда қолданылатын заттар. Қараңғыда қолданылатын заттар ол lamp and star. Жұлдыз және фонарик. Ал күндіз күні қолданылатын sun, күн және traffic lights, светофор. Бағдаршам. Келесі. During the day at night. During the day-ге жатады sun and
traffic light. Келесі. Lamp, moon, және candle. Келесі тапсырма. Бұл жерде clauses кімдер берілген. Олардың аттарын жазамыз дұрыстап. Екінші суретте бізде jumper. Келесі үшінші сурет jeans. Джинсы. Cap. Кепка. Gloves. Қолғаптар. Boots. Аяқ киімдер. Немесе етік. Scarf. Шарф. Jumper. Jeans. Джинсы. Cap. Кепка. Gloves. Перчатки. Қолғаптар. Boots. Етіктер. Келесі. Write in the right column. Ал бұл жерде балдар затесімнің көпше түрі. Ол YouTube каналымызда noun деген тақырыпта тұр. Көріп толығырақ қарап алсаңдар болады. Кейбір затесімдерге S, кейбір затесімдерге ES, кейбір затесімдер Y-ға аяқталса I-ға өзгереді және ES жалғанады. Ал F-ке аяқталса ол F әріпі V-ға өзгеріп кетеді. Glass. Оған glasses. Woman. Түбірінен өзгереді. Women бұл. Sheep. Бұларды sheep жекеше және көпше түрінде wolf. Бұл бәс болады. Өйткені жаңа айтқандағыдай V әріпі V-ға өзгереді. Pot. Pots. Dishes. Ш-ға аяқталып тұр. Knives. Food. Feet. Babies. Watches. Men. Scarves. Cities. Одан кейін forks, pens, бізде baby орнына ауысып кетіпті. Babies. Одан кейін watches. Boxes. Және соңғы сөз dishes. Біз барлығын орындап болдық. Келесі тапсырма.
Exercise 5 red and color оқимыз және оны түстерге боямыз. There are 3 scarves. Color them red. Және бұл жерде 3 шарф, ол шарфтарды қызылға боя. Келесі. There are 2 boxes. Color the big box blue. Үлкен қорапты көкке бояймыз. Үлкен 2 қорап. Үлкен қорапты көкке боядық, және кішкентай қорапты сары түске бояйды екенбіз. Келесі. Look at the fish. Балыққа қара. Color them orange. Балықтарды оранжевый түске боямыз, қызыл, сары. Келесі. Look at the gloves. Yellow. Перчаткалар олар сары түсте. Және caps is red. Caps red. Кепкалар қызыл түсте. Look at the watches. Сағаттарға қара. Color them on the bed orange. Ал біз төсектің үстіндегі тұрған сағатты оранжевый түске бояйды екенбіз. Және under the chair. Стулдың астындағы сағатты фиолетовый цветке бояйды екенбіз. Өздер орындап болдық. Балалар, келесі 16-шы беттегі тапсырмалар. 6-шы тапсырма. Look, read and complete. Қарап толтырамыз. Take off your caps and scarves. Өзіңнің кепкаңды және шарфтарыңды ал. Hey, those dogs have got our clothes. Ана иттерде біздің киімдеріміз бар. Oh no, look at my scarf. О жоқ, менің шарфыма қара. Ары қарай. Ч әріптерін қоямыз. Century, шие, sandwich, fish, балақ. Fish ол жекеше түрде де, көпше түрде де ол fish болады. Watch, сағат. Shoes, ботинки. Және shark, ол акула. Ал енді әріптер. Cherry ол бізде C сурет, sandwich A сурет, fish F, watch E, shoes D, shark B сурет. Енді 8-ші тапсырмада 2 бөліп жаз деген Ч әріпінен басталатын cherry, sandwich, watch. Ал Ш әріпінен басталатын shoes, shark және fish. Ары қарай. Дұрыс жауаптарды must, mustn't модальный етістіктерді белгілейміз. You must wash your hands before the dinner. Сен кешкі тамақтан алдын қолыңды жуын керексің. You mustn't swim here. Сен мұнда жуынбайсың,
Do your homework. Sen үй жұмысыңды орындауың керексің. You mustn't make noisy. Sen шуламауың қажет. Әрі қарай 10-шы тапсырма. Read and write. It's raining today. You must take an umbrella. Жаңбырлы болып тұр, сен зонтигіңді алуың керексің. Nurlan is cold. He must wear jumper. Нұрланға суықтап тұр, ол джемпер кию керек. The baby is sleeping. We must be quiet. We must be quiet. Dana is studying. He mustn't make noisy. Дана оқып жатыр, біздер шуламауымыз қажет. We haven't got any milk. Бізде ешқандай сүт жоқ. We must go supermarket. Біз супермаркетке баруымыз керек. Қанат is at school. Қанат мектепте. He mustn't eat in school. Қанат мектепте, ол сыныпта тамақ жемеу керек. The dog is ill. Ит ауырып жатыр. You must take it vet. Сен оны малдар үйіріне апаруың қажет. Sultan is police officer. Sultan полицейский. He must wear uniform. Ол форма киюі қажет. Видеоны паузаға қойып, көшіріп алсаңдар болады балдар. Келесі тапсырма. Yes, you can. No, you cannot. Can I go to bed late on Mondays? No, you can't. Can I ride your bike? Yes, you can. No, you can't. Yes, you can. No, you can't. Can I go to bed late on Mondays? Мен дүйсенбі күні кеш ұйықтасам бола ма? Жоқ, болмайды. Can I ride your bike? Сенің велосипедіңді айдауға бола ма? Иә, болады. Can I listen to music in class? Мен класста музыка тыңдауыма бола ма? Жоқ, болмайды. Can I watch TV in the morning? Таңда теледидар қарауыма бола ма? Жоқ, болмайды. Келесі тапсырмалар. Yes or no? Я немесе жоқ. There деген мұнда. Көп затқа айтамыз. There is бір зат. There are 3 children at the park today. Бүгін паркте 3 бала бар. Жоқ, ол жерде 2. There are 2 children. One of the children is shouting. No, олардың біреуі айқайлап жатыр. Жоқ. Their mother is shouting. Оның мамасы айқайлап жатыр. Yes. Dog is sleeping. No. Ит ұйықтап жатыр ма? Ит ұйықтап жатыр. Жоқ. Man is
wearing uniform. Yes. Ер кісі форма киіп алған. He is dropping litter. Ол мусор тастап жатыр. Yes. No, ол мусор жинап жатыр. Келесі тапсырмалар. Дамир was at the library. Дамир кітапханадан. Көркеманды Қанат were at the swimming pool. Бассейнде. Жабия was at the zoo. Және were train station. Келесі тапсырма. Classroom rules. Мектеп ережелері. Clean the desk. Тақтаны өшіру. Run in the class. Мектепте жүгіру. Chew gum. Сағыз шайнау. Eat in class. Сыныпта тамақ жеу. Be quiet. Тыныш бол. Мұнда енді жазамыз киімдердің аттарын. Gloves. Jeans. Jumper. Scarf. Cap. Boots. Cap, кепка, vest, жилетка, belt, ремень, zip, замок. Мына жерде суреттер бар. Yes, no, және зан деген сол салыстырмалы шырай. Сын есім adjective жайлы YouTube каналдан көріп алсаңдар болады. Ал біз жазамыз қазір. Салыстырмалы шырайда сын есімге er жалғанады. Older, brighter, және smaller. The pink bike is smaller than yellow bike. Older деген бұл жерде не болады? Және brighter than browest. Orange. Yes. More. Purple bag is smaller than green bag. No. Қызыл шлем. Үлкендеу. Көк шлемге қарағанда. Иә, дұрыс. Оранжевый түсегі велосипед.
розовый түстегі велосипед сары велосипедке қарағанда ескілеу. Жоқ, жаңалау. Orange vested brighter. Жилетка, оранжевый түстегі жилетка қоңыр түске қарағанда жарқырап тұр. Иә. Фиолетовый түстегі сумка жасыл түстегі неге қарағанда, сумкаға қарағанда ол кішкене жоқ. Ең соңғысы ремень қалды. The black belt is shorter than white belt. Yes, қара түстегі ремень кішкенелеу ақ түстегі ременьге қарағанда. Жылым shorter болады бұл. Және жауабы yes. Келесі тапсырма. Family отбасы. Becky's family, Sue's family, Asel's family. My sister is eating sushi. All the Sue's family. My brother playing bagpipes. All Becky's family be the poems. Келесі, my brother wearing traditional costume. Ол Asel's family. Традиционный костюм киіп алған. Ол Asel'дің отбасы. Next, exercise 19. How much do you know about Scotland, Japan, and Kazakhstan? Read, choose, and find out. What is the capital of Scotland? Edinburgh. Which these mountains in Scotland? Ben Nevis. Which of these mountains is in Japan? Mount Fuji. What is the capital of city, Japan? Tokyo. What is the capital of city of Kazakhstan? It is Astana. Which of the animals you can see in Kazakhstan? It is camel. Next, extra check. Look, read and the number. Scarf. Scarf is picture A. Gloves. Gloves is picture A. And cap is picture 3. Jumper picture 5. And the jeans picture 2. Boots picture 4. I have 20 caps. This is a very pretty dress. Be quiet, the babies are sleeping. I like your scarf. You have got very big feet, Sam. Look, there are 2 mice under the table. Менде 20 кепкалар бар. Менің мынау керемет көйлек. Келли. Тыныш, балалар ұйықтап жатыр. Сен өзіңнің шарфыңды ұнатасың ба? Ол жаңа ма? Мен сенің шарфыңды ұнаттым, ол жаңа ма? Сенің үлкен аяқтарың бар, Сэм. Қара, мұнда
Екі тышқандар столдың астында. Mice көпше түрі mouse'тың көпше түрі mice болады. Next exercise 3, read and complete. Must немесе mustn't қоямыз. You must listen your teacher must. You must wear uniform. You must drink. You mustn't play in the rain. You mustn't. Watch TV late at night. You mustn't eat in class. Сен сыныпта тамақтанбауың қажет. You must listen to your teacher. Сен мұғаліміңді тыңдауың керексің. You must wear uniform. Сен мектеп формасын киюің керексің. You must drink your milk. Сен өзіңнің сүтіңді ішуің керексің. Және you mustn't play in the rain. Далада жаңбырда ойнамауың қажетсің. Және you mustn't watch TV late at night. Сен түнде кеш теледидар қарамауың қажет. Келесі бет. Сөздерді керекті орындарына қоямыз. Come on, let's play football. Кел мұнда футбол ойнайық. Call. Take off. Take your scarf and the jumper. Шарфыңды және жемпіріңді шеш. Are you ready? Дайынсың ба? Let's play. Ойнайық. Келесі мұндағы сөздерді қоямыз. Welcome to our school. Can you please follow these rules? You must wear a uniform. You mustn't chew gum. Соглашение. You mustn't drop litter. Мусор тастама. You mustn't be quiet. Тыныш болу. You mustn't make noisy. Шулау. Desk or up the trees. High Park Primary School. Скоролос мектептегі ережелер. Welcome to our school. Can you please follow these rules? You must wear a uniform. You mustn't chew gum in classrooms. You mustn't drop litter on the floor. You must be quiet in the classroom. You mustn't make noisy in the school library. You mustn't climb on the desk or up the trees in school garden. Мектебіңе қош келдің. Енді мектеп ережелерімен таныс. Сен мектепте мектеп формасын киюің қажет. Сағыз шайнамауың қажет класста. Және еденге мусор тастамауың керексің. Класста тыныш болуың керексің. Және мектеп кітапханасында шуламауың керексің. Және деск дегеніміз тақта, мектеп тақтасы мен ағаштарға өрмелеуің қажет. Мектептің бақшасындағы ағаштарға өрмелемеуің қажет. Келесі.
суреттермен толықтырамыз. I want all these dolls. Мен барлық қуыршақтарды алуды қалаймын. Come home with me. Менімен бірге үйге жүр. Ол бізде D сурет. I don't want you now. Мен сені қазір қаламаймын. This doll is perfect for a little princess. Мынау қуыршақ кішкентай ханшайымдар үшін өте керемет. Ол P сурет. Келесі. Dear Eddie, I am in a new home now. I am not alone. Мен жалғыз емеспін. I am with a real princess. Мен шынайы ханшайыммен біргемін. She is very beautiful. Ол өте әдемі. She's got a heart of gold. Оның алтыннан жүрегі бар. How are you? Өзің қалайсың? Яғни, мынау Smiles 3-те Pupils Book'та осы қуыршақ жайлы айтылған. Қуыршақты магазиннен сатып алады. Одан кейін оны сені ойнамаймын деп далаға қоқысқа лақтырып жібергенде, оның жаңа қыз оны жаңа өзінің иесі тауып алып үйіне әкеледі және оны айтып жатқаны бұл. Мен қазір жалғыз емеспін, мен шынайы ханшайыммен біргемін дейді. Ол өте әдемі және оның алтыннан жүрегі бар. Твинкла оны Теддиге айтып жатыр. Келесі. The life cycle of a chicken. What is a chicken? A chicken is a bird. Chickens have got feathers and pigs. They got wings too, but they can't fly. Chickens live on farms and they lay eggs. Chicken деген тауық дегеніміз не дейді? Олар құстар. Олардың қанаттары бар және олардың тұмсықтары бар. Feathers дегеніміз ол болады feathers қауырсындары және тұмсықтары бар. Олардың және қанаттары бар, бірақ олар ұша алмайды. Олар фермада өмір сүреді және жұмыртқалар қояды. Келесі. Eggs, chicken, chicks'ты қоямыз. Chicks ол балапандар, eggs жұмыртқа, chicken тауық. A chicken lays eggs in a nest. The mother chicken must keep the eggs the chicks baby use their beaks to get out of eggs. This can take a full day. Келесі, yes or no, я немесе жоқ.
The boy is watching TV. Yes, the TV is on his desk. Yes. There are two clocks on the walls. Ол жерде екі сағат бар. No, there are 1 o'clock. No. Ол сцена. The dog is between on the bed and the desk. No, арасында емес, ол шетінде тұр. The cat basket has got ball. Yes. There is a school bag under the desk. Yes. Келесі. Color the first present green. Ең бірінші тұрған біз сыйлықты жасыл түске бояймыз. 5-ші тұрған color the first present blue. 5-ші тұрған сыйлықты көк түске бояймыз. 6-ші тұрған сыйлықты қоңыр түске бояймыз. 10-ші тұрған сыйлық оранжевый түске. Тоғызыншы тұрған сыйлық pink and blue дейді. Розовый және көк түске. Келесі, екінші тұрған ол қызыл түсте. Сегізінші тұрған purple фиолетовый түсте. Келесі, үшінші тұрған розовый және сары. Одан кейінгісі жетінші түстегі оранжевый, және төртінші сыйлық сары түсте. Балалар, осы мен келесі сабақтарда кездескенше. Видеолар ұнаса лайк бас, комментарий қалдырып тіркеліп кетеміз каналға.